Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан жұп-жұмсақ болып шығатын булочки дайындаймыз. Ең алдымен бізге бір кружка жылы сүтіміз қажет. Үлкен қасықпен бір қасық дрожж қосамыз, және 2 қасық қант қосамыз, және 8 қасық ұн қосып, барлығын бірге араластырып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. 20-30 минуттай. Менде 15-20 минуттың шамасында тұрды. Міне осылай көтерілді. Енді 100 грамм майымызды қосамыз, және 3 жұмыртқамызды қосамыз. 4 қасық қантымызды қосамыз үлкен қасықпен. Көз мөлшерінде ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеміз. Сосын оны тағы бетін жауып, 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. 40 минут өтті. Міне қамырымыз осылай күшті болып көтерілді, жұмсақ өзі. Осыны бірнеше бөліктерге бөліп, видеодағыдай жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша булочки жасасаңыздар болады. Мен арасына вареный сгущенка қосып жасаймын. Сонда өте дәмді болады. Балалардың өзі де тез жеп қояды. Барлығын осылай арасына вареный сгущенка салып орап шықтым. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. 170-180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Қызарғанша пісіреміз. Иісі мұрын жаратын булочкаларымыз пісіп шықты. Шаймен ішкенге өте дәмді әрі жұмсақ. Үлкен кісілерге де қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.